Баршаңызға сәлем. Осының алдында видео салған болатынмын. Үй жағдайында колбаса жасауды көрсеткен болатынмын. Ал енді бұл видеода үй жағдайында сиыр етінен сосиска жасайтын боламыз. Бізге осы сиыр еті қажет болады, және өзінің специялары болады, өзінің специальный тұздары болады. Соның барлығын қосамыз да және су құямыз. Сөйтіп осының барлығын жақсылап етіп араластырып аламыз. Осы етті жақсылап араластырып болған соң бізге осындай шприц қажет болады. Еттің барлығын осы шприцқа саламыз. Сосискілерді қойдың аш ішегіне жасауға болады, немесе осындай оболочка болады, куколка деп аталады. Осы куколкаға салсақ болады. Қатты нығыздап салмаймыз, өйткені ол жарылып кетуі мүмкін. Сосын ауа қалып кетуі мүмкін ішінде ауаларын, және ауа қалып кеткен жағдайда зубочистканың көмегімен сол ауа қалған жерді ғана тесеміз. Сөйтіп әрқайсысын осылай бөліп, өзінің специальный жібі болады, сол жібімен осылай байлап аламыз. Міне барлығын салып болдық, дайын тұр. Енді осыны біз ыстық суға салып қоямыз. Оны термообработка деп атайды. Содан соң оның сыртының оболочкасын алып тастап, осылай қуырып, біздің сосискамыз дайын тұр. Егер де қойдың аш ішегімен жасайтын болсаңыздар, оның сыртын алудың қажеті жоқ. Егер де осындай куколка оболочкалар болса, оны сыртына міндетті түрде алу керек.